Ақсақ құлан. Ертеде Алаша хан деген қаһарман елді қалтыратқан мейірімсіз хан болыпты. Оның жалғыз ұлы бар екен. Ол бір күні аң аулауға шығады. Бір үйір құланға кезігеді. Баланың атқан садағы бір құланның аяғына тиеді. Ақсақ құлан ақсандап қашады. Сөйтіп баланың өзінің үйірінен алыстата береді. Ханның ұлы соңынан қалмай қуады. Ақсақ құлан қаша-қаша үйіріне келіп қайта қосылады. Сол кезде атты болдырып тұтқан хан баланың құландар ортаға алып тепкілеп өлтіреді. Жалғыз ұлы хабар ошарсыз жоғалған хан іздетіп адамдар жібереді. Естерінде болсын, кімде-кім суық хабар естітсе, көмейіне қорғасын балғытып құйғызамын деп ескертеді хан. Іздеушілер құлан теуіп өлтірген хан баласының өлігіне тап болады. Ал енді мұны ханға қалай естітеміз деп дал болады дүйім жұрт. Сонда қарашайдай бір бала мен естітемін дейді де домбырасын ұстап ханның ордасына келеді. Ханның алдына жүгіріп отыра қалады да ләм деместен домбырасын сарнатып тарта жөнеледі. Күйдің қайталай берген ырғағын хан. Ақсақ құлан шошыған балан өлген осыдан деген суық хабарды айқайлап ұғады да ойбай жалғызым құрған екенсің деп өкіріп жібереді. Хан жарлығы екі бола ма, енді кімнің көмейіне балқыған қорғасын құю керек? Суық хабарды естіткен домбыра. Хан қорғасынды домбыраның шанағына құйдырған екен. Домбыра шанағының тесігі содан пайда болды дейді.